Кел жастар, біз бір түрлі жол табалық, арам айла қулықсыз мал табалық, өшпес өмір таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан жан табалық, сақ болалық, бір шоқып, бір қаралық, қарауылдар мезгіл ғой, тұр қаралық, жүз айтқанмен өзгенің бәрі надан, жалыналық, абайға жүр баралық. Шәкәрім Құдайбердіұлы өзінің осы шығармасында кейінгі ұрпақ біздерге Абайды оқуда насихат еткен. Абай замана шындығын суреттеген шыншыл ақын, соқтықпалы соқпақсыз жерде мың дүлеймен алысқан ақын шығармаларының өміршеңдігіне ешкім шүбә келтірген емес. Өлсем, орным қара жер, сыз болмай ма? Өткір тіл, бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан жерін тауып артқыға сөз болмай ма? Сонда жауап бере алман мен бишара, сіздерге еркін тиер байқап қара, екі күймек бір жанға әділет пе? Қаны қара, бір жанның жаны жара. Жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла, соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Жасымда албырт өстім, ойдан жырақ, айлаға, ашуға да жақтым шырақ, ерт ояндым, ойландым, жете алмадым, етек басты, көп көрдім, елден бірақ. Ой кіргелі, тимеді ер көзіме, сандалмамен күн кешкен түспезіме, өзі ермей, ерік бермей, жұрт қор етті, сене сірке, тыныштықта, бақ сөзіме, ішім толған умен өрт, сыртым дүрдей, мен келмеске кетермін, түк өндірмей, өлең, шіркін, өсекші жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын, айта